Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын, өте дәмді пицца дайындайтын боламыз. Қажетті заттардың барлығын описанияға жазып қойдым. Дәл сол жерден көріп, және сол мөлшер бойынша жасайтын болсаңыздар, қамырларыңыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ал ендеше бастаймыз. Жылы сүтіміз бен суымызды ыдысымызға құйып, үстіне дрожжымызды және қант, тұз салып, бір араластырып жіберіп, ұнымызды саламыз. Және сұйық майымызды құйып, осындай өте жұмсақ қамыр иілеп шығатын боламыз. Қамырымызды жақсылап иілеп болған соң, жылы орап, үстін жауып, жылы жерге бір 35-40 минутқа қамырымыздың ашығанын күтіп, көтерілгенше қойып қоямыз. Пиццамыздың қамыры дайын болғанша салмасын дайындай тұрамыз. Салмасына мен колбаса, тәтті болгар бұрышы, сыр және жүгері қосамын. Ал сіздер өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Міне барлығын осылай сопақша етіп турап, бөлек ыдыстарға салып дайындап қоямыз. Және сырымызды да осылай бөліктерге бөліп, үккіштен өткізіп, оны да дайындап қоямыз. Шамамен 40 минуттай уақытымыз өтті. Пиццамыздың қамыры өте әдемі болып көтеріліп дайын тұр. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп, қамырдың бір бөлігін ыдысымызға салып, осылай қолымызбен тегістеп жайып шығамыз. Немесе оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады. Пиццаның қамыры өте жұмсақ болғандықтан қолмен де беймарал жайдым мен. Енді осы кетчуп майонезді қамырымыздың бетіне жағып, осылай барлығын бір тегіс етіп жағып шығамыз. Енді жағып болған соң үстіне колбасаны, жүгеріні және болгарский бұрышын барлығын салып шығамыз. Салмамыздың барлығын салып дайындап болған соң, пиццамызды 180-200 градусқа печкамызға салып пісіріп аламыз. Және осы піскен соң ғана үстіне сырды сеуіп, осылай тағы да сырымызды сеуіп болған соң, ыстық печкамызға 1 минутқа сырымыз ерігенше пиццамызды қайта салып шығамыз. Осымен үй жағдайында дайын болатын пиццамыз дайын. Өте дәмді рецепт, тіпті қонақтарға жасағанда да барлығы ұнатып жатады. Сондықтан осы рецептпен жасап, үй ішіңіздегі балаларыңызды немесе жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Және осы видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, осы каналымның дамуына аз да болса өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, арнама тіркеле кетіңіз. Өте дәмді рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер.